Сәлем, сырласым арнасының тыңдармандары. Каналыма қош келдіңіз. Маған тіркеліп, дамуыма үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Жетекшіммен жүрбем. Студенттік шақ. Барлығымыздың есімізде алтын әріптермен сақталған керемет күндер ғой. Бірде тоқ, бірде аш жатақхананың аядай бір бөлмесінде 4-5 бала бірге жатып, бір нанды бөлісіп жеген уақыттар-ай. Көпшілігіміз ауылдан келіп, қаланың тыныс тіршілігіне үйренісе алмай, жазық даланың, ауылдың шан топырағын аңсап, сағынушы едік. Ал енді біріміздің ғашықтық сезіміміз оянып, қыздарға көз тастап жүрген кезіміз. Бірақ мен өзіме таң қалатынмын. Өйткені менімен жасты жігіттер жас қыздарға сезімдерін білдіріп жатса, мен пайдасы тиетіндерге тиісетінмін. Олай дейтінім, жатақхананың асханасында жасы 30-дан асқан, әлі тұрмысқа шықпаған бір қыз жұмыс істейтін. Жұрттар сабақтан тыс уақытта кітапханада болса, мен әлгі қыздың жанында болатынмын. Оның жанына серік керек болса, маған тамақ керек дегенде ғой. Бір мезгіл сабағыма қатысып, қалған уақытым асханада өтетін. Жанында әңгімемді айтып, тіпті жасыма қарамай сезімімді де білдірдім. Қайбір сезім дейсіз, бәрі күнкөрістің қамы ғой. Не керек? Өзімнен 12 жас үлкен әйелмен көңіл жарастырдым. Ақиқатына келсек, екеумізде де бір керемет сезім жоқ. Тек тән қалауы деуге келетін шығар. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Небәрі жарты жылға жетер-жетпес уақытта әлгі асхананы басқа біреу жалға алып, біздің ара қатынасымызға бір жола нүкте қойылды. Сонымен қайтадан қарны бірде тоқ, бірде аш студентке айналдым. Оның үстіне емтихан уақыты жақындап келе жатыр. Асханада жүрген балада қайдан білім болсын. Сөйтіп, енді не істесем екен деп жүрген уақытта жетекшіміз жұмыс орнын ауыстырып, бізге басқа бір жетекші тағайындалды. Жас шамасы 25-лердегі қара торы, орта бойлы апайды бізге бекітіпті. Әуелі әдептілікпен аспай, студент ретінде білмейтін сұрақтарымды сұрап, бір оқымысты адамдай алдағы емтихан жайында сөз қозғадым. Екінші күні жеке басын қызықтап, әлі тұрмысқа шықпаған шығарсыз, жап-жассыз ғой, деп өтірік мүләйімсідім. Сөйтсем тұрмысқа шығып, ажырасқан бір қызығы бар болып шықты. Өзіме де керегі сол ғой, күннен күнге іші бауырына кіріп, жақын араласа бастадық. Менің ойымша, оған да осы керек болды. Өйткені қоңырау соғылғанда бізге келіп өтірік болса да бір нәрселерді айтып кететін. Ақыр аяғында үйіне шақырып алатын болды. Өйткені дүкенге соғып, азық-түлік алады, оны көтерсетін адам керек дегендей. Ал қызын балабақшадан кешкісін бірақ алады. Оған дейін жүгін көтеріскен болып, үйіне барып шай ішетінмін. Шайдың аяғы сезімге ұласып, бір-бірімізге риза болатынбыз. Кейде қонып та қалатынмын. Өйткені жетекшің өтініп тұрғасын қалай кетіп қаласың. Қызын балабақшадан әкеліп 1-2 сағат ойнатып, ұйықтататынбыз. Ары қарай жетекшіммен қалағанымызды істейтінбіз. Ол ма. Одан бөлек емтихан уақытында менің құдайым беретін. Себебі сабақтарымның барлығы 4-пен 5-ке жабылды. Әйтеуір емтиханға қатысып отырсам болды, арғы жағын жетекшім шешіп береді. Ол аздай топтағы студенттерден ақша жинап, емтиханнан өткізетінмін. Мысалы, жетекшімнің сабағынан 5 алғысы келетіндерге 5 мыңнан, 4 алғысы келетіндерге 4 мыңнан жинап аламын. Сосын оның көп болса 1-2 мыңын ғана беріп қалғанын өзім алатынмын. Бір топта 26-27 студенттен болады. Бір топтан ғана жинай қоймаймын ғой, 2-3 топтан шығаратынмын. Не керек, емтиханның соңында қалтамда кем дегенде 100-120 мың ақша жиналатын. Қазір ойласам намысым келеді. Құдды маңдай термен тапқан ақшам секілденіп, шіреніп киініп алатынмын. Өзім қатарлы студенттер емтихан жақындаған сайын қорқып, күндіз-түні кітап оқып жатпай тұрмай дайындалып жүрсе, мен қамсыз жүретінмін. Керісінше, емтихан ертерек барсалса екен деп асыға күтетінмін. Сөйтіп жүріп 4 жылдың қалай өткенде байқамай қалыппын. Бастысы дипломымды қолыма алып ауылға қайттым. Сөздің ашығын айтқанда басымда түк жоқ болса да, дипломымның іші 4-пен 5-ке толы болды. Ауылда дипломды көрген жұрт қызға қарап, әй жарайсың, еркек балдар оқымайды деуші еді. Әйтеуір диплом алса қуанатын. Сен болсаң бір сабақтан 3 алмай үздік оқыған екенсің.
Енді кез келген жерге жұмысқа тұра аласың ғой, деп мақтады дейсіз. Оған әке-шешеміз мәз, кәдімгідей қуанып жүр. Алайда мен шынайы қуана алмадым. Өйткені қойылған бағаның жалған екенін менен басқа ешкім білмейтін. Жарайды, мұның бәрі өтті кетті. Әке-шешем жүгіріп жүріп таныс тауып жұмысқа орналастырды. Жұмыстағылардың көпшілігі өзім қатарлы қыз-жігіттер. Олар студенттік қызықтарын айтып, бір-бірін түсініп, ел-селі болып күліп жатады. Ал мен болсам оларды түсіне де алмаймын, қосылып әңгіме де айта алмаймын. Неге десеңіз, менің студенттік жылдарым үлкен әйелдерді аңдумен, тамағымды тойдырумен ғана өтіпті ғой. Ең қиыны, өзімнен кішкентай қыздармен сөйлесе алмайтын сияқтымын. Біртүрлі жасқанып тұрамын. Әке-шешем болса, балам, оқуыңды бітірдің, жұмысыңды істеп жатырсың, енді үйленгенің жөн, бізде немере сүйгіміз келеді деп күн сайын шай үстінде айтып отырады. Әрине, өзімнің де үйленгім келеді, бірақ қыздардың артынан жүгіріп, олардың жағдайын жасай алмайтын сияқтымын.